Лайк басқаннан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Америкадан жеткен ақпаратта, ашық ақпаратта Ресейдің қару-жарағы таусылды, ататын оғы таусылды, снаряды таусылды. Бұл бір. Ресей мынау Совет кезінде өзі көмекке берген ескі қаруларды қайталмақшы. Бір. Екіншісі сол ескі технологияменен оқ-дәрі өндіріп отырған солтүстік Кореядан сол жаңа өндірген оқ-дәрісін алмақшы. Екі, осы ғана. Ал оның төлем ретінде оларға су асты сүңгуір кемесінің технологиясын бермекші. Су асты сүңгуір кемесі технологиясы жоқ. Енді Пөтен жанынан журналистер сұрапты. Пөтеке, мынау оларға ғарыш технологиясын бересіздер ме десе, ол енді оны әлі асықпай талқылаймыз. Олардың да ғарышты меңгеруге, зымыран технологиясын меңгеруге олар да толық құқылы деген сияқты. Яғни олар ғарышты сұраса біз әлі береміз. Мүмкін Путиннің қалтасындағы әлі шығармай отырған қолындағы екінші картасы сол шығар. Міне сөйтіп енді ол ғарыш деген не? Зымыран деген не? Ол ғарышқа ұшып бара жатып Жапонға, Кореяге, басқа жаққа құлай алады деген сөз. Яғни бұл екінші жұмыс. Пөтен ол туралы айтпады. Әдетте кездесулерден кейін баспасөз мәлімдемесін таратады. Жоқ, ол да жоқ. Песков не деді? Екі жақ өзара анау мынау деді. Енді анау жаңағы айлақта кезіккенде ана жынды естелік дәптерше, қонақ дәптершесін не деді? Ғарышты бірінші меңгерген Ресей мәңгі өлмейді деп жазды. Ана жынды сөйтіп жазды. Бұл бір. Екіншісі ол не деді? Империализмге қарсы күресте дейді. Ана бүкіл басы ана коммунистік, маркстік, Енгельстік, Лениндік, Сталиндік, коммунистік, фундаменталистік, радикалистік уменен уланған ана Ким Чен Ын не деді? Империализмге қарсы күресте біз Ресейді мәңгі қолдаймыз деді. Ана НАТОның несін империализм деп отыр. Енді қызығында әлі солтүстік Кореяның медиасында не деп жазғаны әлі оқылған жоқ. Мен солтүстік Кореяның медиаларын әлі көргем жоқ. Енді Твиттерді шалсам, бүгін кеште Құдай қаласа оны оқып солтүстік Корея не деп жатыр жеткіземіз. Бірақ бір нәрсе, Ресей одан ескі қару-жарағын өзі қайталуы мүмкін берген. Екіншісі ол өндірген жаңа қару-жарақты алуы мүмкін. Екі, үшіншісі одан әскер алады. Солтүстік Кореяның әскері ана бастығы өлесің деп жібереді, ол бітті. Өлмей тірі қайтпайды. Қысқасы олардың әскері фанатизммен ауырған, және оның бүкіл бала шағасын, ата-анасын қолына кепілге ұстайды. Анау мынау жағдай болатын болса, тұқымын құртады. Әскер алу мүмкін. Енді содан жаңағы Ресей өздері айтқандай, оған жаңағындай сүңгуір кеме технологиясын берсе, енді бұл мәселе туралы ақш-тың көзқарасы. ақш-тың қорғанысқа жауапты адам айтты. Солтүстік Корея бұл да санкцияға қалған еді. Солтүстік Кореяға санкцияны кім салды? Біріккен ұлттар ұйымы салды. Енді Солтүстік Корея Ресейге, мына басқаның жерін жаулап алған Ресейге көмектесетін болса, мына қыс келе жатыр. Енді азық-түлік бойынша, мына жылу алу бойынша көмектесетін болса, Солтүстік Кореяды тағы да жазалаймыз, ол оның бодауын төлейді деді. Яғни Солтүстік Кореяге енді Америка тарапынан бірдеңе болуы мүмкін. Екіншіден, Солтүстік Кореяге санкция салуды Біріккен ұлттар ұйымы сағанда Ресейдің өзі құптап дауыс берген. Енді Ресей аяқ астынан онымен нетіп отыр. Бұл жерде Ресейге санкция күшейіп кетуі мүмкін. Сіздер менің алтын күні сөйлеген лекциямды тыңдамағандар қайта тыңдаңыздар. Әрінен туған лаң деген лекция сөйледім. Енді сол әрінен туған лаң, соған себепші болған анау Қытайдың есерсоқ әскери әншісі Уаң Фаң менен соның күйеуі Қытайдың саяси мәслихатының депутаты Джу Шаопин кеше Ресейде Россия сегодня ма, ГНВ деп оқиды ғой деймін орысшада, Россия сегодня сол ақпаратқа шығыпты. Мен енді жаңағы орыс тілінде тек саяси нәрселерді ғана шолам. Сосын оны аудармалар арқылы көрдім. Ол жерде олар жаңағы Мариупольдегі анау театрды НАТО мен Украина фашист деп тағы да айтып отыр. Ана әншіні соғыс жерінде өнген, соғыс қирандысында өніп тұрған Қызыл Роза деп өз қатын өз етті. Ол біресе анау Қытайдың желісіндегі жазбасын жариялайды, біресе өшіреді, біресе жариялайды, біресе өшіреді. Оның басы қатып отыр. Сөйтіп еді,
анау Қытайдағы тағы осы Қытайдың мына арсылдақ қасқыр сыртқы дипломатиясының өкілі болған Ху Шижин деген алды да бұның бүйтіп Украинаны қорлап Ресейді ашық қолдау біздің сыртқы саясатымызға келмейді деген сияқты. Ол да ана Қытайдың осы жазғыш бәлесі, Қытайдың өкіметінің жазғыш бәлесі. Өкімет, артында өкімет болмаса олар жазбайды. Сол сөйтіп жазаға бет анау дереу мына Ху бірдеңке дейтін Шижин дей ма, Ху бірдеңке Жин деген өстіпті оттаған әңгіме деп жатыр. Енді қызығы қазір масқара. Ши Цзиньпин Ресейді ашық қолдай алмай тұр. Етімен қолдап тұр, бірақ ашық-қашығы маскасын жырта алмай тұрғанда жаңағы Ши Цзиньпинге жағымпазданам деген саяси мәслихаттың депутаты мен оның қатыны Қытайдың әскери әншісінің Ресей жаулап алған Украин жеріндегі Катюша әнін айтуы бұл украиндердің намысын қозғап тұр. Украин бірнеше мәрте қатаң мәлімдеме таратты. Арсыздықтың ең, зұлымдықтың ең биік шыңы бұл деп тұрып айтты. Енді Украин ашық-ашкере бұғанға дейін Ресейдің жаңағы ресейшіл болып тұрған Қытайдың бетпердесін ашпаған болса, енді Украин ресми түрде Қытаймен кетісуі мүмкін. Тіпті Украин бұғанға дейін мәлім деңгейде Қытайшыл болған, тіпті Тайван Қытайдың жері деп Қытаймен келісімшартта отырып қойған, Тайванды біз ешқашан дипломатиялық қатынас орнатпаймыз деген. Енді Украин Қытаймен келсең кел жәме-жәмге шығуы мүмкін. Бүйтіп формалды түрде нейтрал тұрғансы, формалды түрде ортада тұрғансы, бейтарап тұрғансы, тарапсыз тұрған құсап, ал шын мәнде Ресейді қолдайтындардың біреуі Қазақстан. Қытайдың осы бейтарап, өтірік бейтарап, шын Қытайшыл саясатына көзі жеткен украиндер енді Қазақстанның да осындай зұлымдығын, Ресейге қарай бәленбай танкі тасып жатқанын, ОДКБ аясында тіпті армия тараптан да Ресейге көмектесіп жатқанын Украин енді ашып тастау мүмкін. Немесе Қытайдың өтірік нейтрал бейнесін ашып тастау үшін алдымен Қазақстанды ашып тастап Қытайға ескерту жасау мүмкін. Алда қандай қызық болады, соны көре жатармыз. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы.